Барлықтарыңызға сәлем оқушылар, міне бүгін 77-ші сабағымызға келіп жеттік. Бүгінгі сабағымызда балалар біз past continuous деген шақты өтетін боламыз. Алдыңғы бір сабақтарымызда біз present continuous дегенді өткен болатымыз. Жалпы present continuous ол яғни дәл қазір не істеп жатқанымызда айтатын шақ болатын. Ол қалай болатын? Бізде есімдік болатын. Бірінші есімдік I, you, we, they, he, she, it болатын. Содан кейін сол есімдікке to be-дің осы шағындағы to be қосылатын. Is, am немесе are деген. Содан кейін етістік, содан кейін ing деген үш әріп қосып айтатын боламыз. Енді past continuous'та болар тура сондай, тек қана өткен шақ болғандықтан, өткен шақпен айтылып тұрғандықтан, бұл жерде am, is, are-ның орнына біз was, were-ді ғана қоя салады. Қалғаны тура солай, present continuous-пен бірдей болады қалғаны. Түсінікті болар. Яғни құрылымы міне I, you, we, they, he, she, it. Бұл есімдіктердің орнына басқа есімдіктерде келуі мүмкін. Мысалы, менің әкем, менің ағам, оның анасы деген сияқты. Содан кейін жаңағы бір адам ба, екі адам ба, жекеше түрде ме, көпше түрде ме соған байланысты біз was, were-ді қосады екенбіз. Одан кейін етістік, одан кейін сол етістікке біз ing формасын қосып айтады екенбіз. Сонда past continuous шағы болады екен. Енді балалар жалпы түсінікті болу үшін мен сендерге міне 4 шақты салыстырмалы түрде қойып қойдым. Яғни present simple, past simple, present continuous, past continuous болады екен, салыстырмалы түрде. Мысалы, present simple'да біз былай жазатынбыз, I do homework. Бұл не деген сөз? Қазақ тілінде мен үй жұмысын жасап жүрмін деген сияқты, жасаймын деген сияқты, бұл дәл қазір жасап жатырмын дегенді білдірмейді. Жалпы мен үй жұмысын жасап жүрмін дегенді білдіреді. I do homework деген сөз. Past simple'да қалай болады екен? Бұл өткен шақ, бұл жерде I did homework болады екен, яғни мен үй жұмысын жасадым. Нақты бір уақытта айтатын болсақ, мысалы, кеше мен үй жұмысын жасадым, немесе мен үй жұмысын 5 минут бұрын жасадым. Көрдіңіздер ме? Өткен шақта I did homework болады екен. Present continuous'та қалай болады? Present continuous'та міне I am doing homework. Көрдіңіздер ме? To be қосылады, содан кейін ing формасы қосылады. Бұл қалай? Бұл нені білдіреді? Бұл деген сөз present continuous деген тура дәл қазір, сен не істеп жатырсың деген сұрақ қойған кезде мен үй жұмысын жасап жатырмын деген сөйлем осылай жазылады екен. Міне present continuous-пен тура дәл қазір істелініп атқан іс-қимыл, біреудің істелініп атқан іс-қимылы осы present continuous-пен жасалады екен. Мына present simple деген ол тура қазір істелініп атқан емес, бұл жалпы істелініп жүр ме, істелініп жүрген жоқ па, соны білдіретін яғни шақ present simple. Past simple деген өткен шақ, бір нәрсе істелінген жоқ па. Present continuous деген қазір істелініп жатыр ма, не істелініп жатыр, соны айтатын шақ. Енді past continuous деген балалар, бұл өткен шақта істелініп жатқан бір нәрсе. Мысалы, I was doing, бас әріппен жазылып кетті. I was doing homework. Бұл нені білдіреді? Мен үй жұмысын жасап жаттым дегенді білдіреді. Түсінікті ма балалар? Мынау I am doing homework деген мен үй жұмысын жасап жатырмын дегенді білдірсе, тура қазір, I was doing homework деген мен үй жұмысын жасап жаттым. Бір какой-то бір определенный уақытта. Қазір енді мысалдарымызға келген кезде сіздерге барлығы түсінікті болады. Біз бұндай сөйлемді қай кезде айтамыз? Бұндай сөйлемді мысалы, кеше менің анам үйге келген кезде мен не істеп жаттым? Мен үй жұмысын жасап жаттым. Қазір жасап жатқан жоқпын ғой. Кеше мамам үйге келген кезде үй жұмысын жасап жаттым деген. Солай айтқымыз келген кезде, сол кезде біз осы past continuous жағын қолданады екенбіз. Енді бірден балалар мысалдарымызға көшейік. Бірінші мысалымыз. When he came home, I was reading a book дейді. Міне, қараңыздар. When кезде, he came home. Яғни бұл жерде өткен шақ, come деп тұрған жоқ, екінші формасы came деп келіп тұр. Яғни келген кезде, қайда? Үйге. Ол үйге келген кезде I was reading a book. Яғни мен не істеп жаттым? Кітап оқып жаттым. Көрдіңіздер ма? Мен қазір кітап оқып жатырмын деп айтып жатқан жоқпын, қазір кітап оқып жатырмын деген ол I am reading a book болар еді. Мен кітап оқып жаттым деген I was reading a book болады екен. Түсінікті ма балалар? Екінші сөйлем. When he called me,
ол маған звондаған кезде, яғни өткен шақ, уже звондады, өтіп кетті. Called, ол маған звондаған кезде I was driving a car. Мен не істеп жаттым? Мен көлік жүргізіп бара жаттым, немесе мен машина айдап бара жаттым. Көрдіңіздер ме? Міне осындай біреу бір нәрсе айтқан кезде, біреу бір нәрсе істеген кезде басқа біреу екінші адамның бір нәрсе істеп жатқанын біз осы past continuouспен айтады екенбіз. Енді балалар біреу жаңа мынандай when дегендерді жазбай, бірден жаңағы ол бір нәрсе істеп жатты, мен бір нәрсе істеп жаттым деген сияқты бірден сондай сөйлемдерді айтып жалғастыра береміз ары қарай. Үшінші сөйлемімізде міне he was wearing a school uniform. Past continuous, яғни was келіп тұр және етістікке ing қосылып тұр. Wear деген бізде носить одежду, киім киіп жүру. Яғни не деген сөз? Ол киіп жүрді. Өткен шақта, қазір киіп жүрген жоқ, ол киіп жүрді өткен шақта. Не киіп жүрді? A school uniform. Мектеп формасын. Uniform деген жаңағы мектепке киетін біздің формаларымыз, мектеп формасын, ол мектеп формасын киіп жүрді. Төртінші сөйлем, he was carrying a heavy bag. Бұл да балалар, carry деген не? Carry деген бұл да орысша носить, бірақ бұл носить на руке, яғни қолда бір нәрсе ұстап жүру. Қолда бір нәрсені ұстап жүру. Орысша айтқан кезде он нес тяжелую сумку деп айтамыз ғой. Яғни қазақшасында ол heavy ауыр сөмке, яғни ұстап бара жатты, алып кетіп бара жатты мысалы. Ол ауыр сөмке ұстап бара жатты. Түсінікті ме балалар? Бесінші сөйлем, she was cleaning the house. Past continuous, was келіп тұр, ing келіп тұр. Ол үйді тазалап жатты. Бейтіп, егер she is деп айтатын болсақ, балалар, ол present continuous болып кететін еді. She is cleaning the house. Ол, значит, қазір тазалап жатыр дегенді білдіріп кетеді бұл. Ол үй тазалап жатыр дегенді білдіреді қазір. Ал was деген, was деген ол үйді тазалап жатты. Бір кездері, білмеймін, кеше сағат 5-те ол үй тазалап жатты деп айтуымыз мүмкін. Немесе кеше мен әкем үйге келген кезде ол үй тазалап жатты. Немесе мен үйге келген кезде ол үй тазалап жатты деген сияқты. Түсінікті ме? I was looking at them. Мен оларға қарап тұрдым. Яғни I was looking деген білесіңдер, look қарау, looking at them оларға қарап тұрдым. Өткен шақ. He was climbing up the tree, немесе mountain. Яғни бұл не деген сөз? Climbing деген би әрпі оқылмайды, climbing деген өрмелеу. Up деген жоғары дегенді білдіреді. Яғни жоғары қарай өрмелеп бара жатты. Именно қай жерге? The tree дейді, ол ағашқа. Яғни ағашқа жоғарыға қарай өрмелеп бара жатты. He was. Ол ағашқа өрмелеп бара жатты. Ал mountain деген ол тау деген сөз. Ол тауға өрмелеп бара жатты. Яғни кез келген қолдануға болады. Екі зат есім жазып қойдым. Екеуі де осы мысалға осылай айтуға болады. Ол тауға өрмелеп бара жатты, немесе ол талға өрмелеп бара жатты деп айтуға болады екен. She was shouting at him. Shouting деген не? Shouting деген айғайлау, кричать орысша айтқан кезде, сонда ол at him, яғни оған, яғни бір ер балаға, at him оған айғайлап жатты. Она кричала на него. Айғайлап жатты. They were hiding from us. Hid деген балалар жасыру, жасырыну, тығылу деген мағынаны білдіреді. Сонда they were hiding, олар тығылып жатты. From us, бізден деген сөз. From деген кімнен, неден дегенді білдіреді. Сонда from us, бізден. They were hiding from us. Олар бізден тығылып жатты. Они прятались от нас. The sun was setting. Sunды білесіңдер, балалар, бұл күн, күн не істеп жатты? Батып бара жатты. The sun was setting. Күн батып бара жатты. The sun is setting деп айтатын болса, күн батып бара жатыр деп қазіргі шақты айтатын едік. Бірақ бұл өткен шақ болғандықтан was айтылып тұр. The sun was setting. Күн батып бара жатты.
мысалы кеше біз футбол ойнап жүрген кезде күн батып бара жатты, немесе кеше әкем жұмыстан қайтқан кезде күн батып бара жатты деген сияқты ма, немесе біз кеше машинамен қалаға кетіп бара жатқанда күн батып бара жатты деген сияқты. Сондай сөйлемдерде осы past continuous'ты қолданады екенбіз. 11-ші сөйлем. He was standing behind the door. Stand, тұру, стоять. Ол тұрды. Behind the door. Есіктің артында. Behind білесіңдер, артында. Ол есіктің артында тұрды. A strange woman was standing there. Strange деген странный, немесе біртүрлі деген сөз. Woman әйел. Біртүрлі әйел ана жерде тұрды. Standing there. There ана жер, Там стояла странная женщина деп айтамыз, Когда я шел домой, там стояла какая-то странная женщина деген сияқты. Мен үйге келе жатқанда біртүрлі әйел тұрды ана жерде деп айтамыз ғой. Тұрды. Өткен шақ, бірақ тұрды деп айтып отырмыз. Everybody was crying, even Tom дейді. Everybody деген барлығы, бірақ бұл жеке түрде қолданылады, сол үшін was болады. Яғни әр біреу деген сияқты ғой, барлығы дегенде де әр біреу деген мағынаны білдіреді. Сонда әр біреу болғандықтан бұл жерде was келеді. Crying. Crying деген жылау, плакать. Everybody was crying. Барлығы жылап тұрды. Even Tom. Even деген не деген сөз? Орысша айтқанда даже деген сөз. Яғни тіпті Том да жылап тұрды деген сияқты. Even деген, жақсы ма? Everybody was crying, even Tom. Барлығы жылап тұрды, тіпті Том да деген сияқты. I was dreaming. Бұл dream деген балалар мечтать, яғни мен армандап тұрдым. Я мечтал деген сияқты орысша. His wife was complaining. His wife. Wife деген әйелі, жұбайы. Оның әйелі не істеп тұрды? Was complaining, шағымданып тұрды. Жалап аласыз, орысша айтқан кезде шағымданып тұрды. Her husband was hiding. Яғни her husband деген бұл жерде оның күйеуі деген, керісінше уже. Her деген біз оның деген қыз баланыкі, husband уже күйеуі. Her husband was hiding. Оның күйеуі жасырынып жатты, тығылып жатты немесе. Солай айтуға болады. Anna was drawing pictures. Анна не істеп жатты? Сурет салып жатты. Paula and Jim were looking out the window. Мына жерде екі адам. Екі адам, сол үшін де бізде не болып тұр? Мына жерде were болып көпше түрге айналып тұр. Were looking деген қарау, out деген сыртқа қарау, of the window терезеден. Яғни Paula мен Jim терезеден сыртқа қарап тұрды. 19-ші мысалымыз. It was raining, so we didn't go out. It was raining. Яғни не істеп жатты? Жаңбыр жауып жатты. So, сол үшін we didn't go out. Біз не істеген жоқпыз? Didn't істеген жоқпыз. Go out. Сыртқа барған жоқпыз. Сыртқа шыққан жоқпыз. Далаға шыққан жоқпыз. Себебі it was raining. Себебі because it was raining. Себебі жаңбыр жауып жатты деп айтамыз. Today she is wearing a skirt, but yesterday she was wearing trousers. Бүгін ол wear деген балалар носить, киіп жүру. Не киіп жүрді? Бұл жерде киіп жүрді емес. Is келіп тұр, Бұл present continuous. Бүгін ол юбка киіп жүр деп айтамыз. Бұл present continuous себебі is келіп тұр. She is wearing a skirt, but yesterday. Бірақ кеше болғандықтан бұл уже өткен шақ. Не киіп жүрді? Шалбар. Trousers деген балалар шалбар. Сым, шалбар киіп жүрді деген сөз. Брюки. Түсінікті ма балалар? 21-ші сөйлеміз. I woke up early yesterday. It was a beautiful morning. The sun was shining and the birds were singing. Өздеріңіз аударып көріңіздер. I woke up early yesterday. It was a beautiful morning. The sun was shining and the birds were singing. Аударыңыздар ма? Енді тексеріп көріңіздер. I woke up early yesterday. Мен кеше ерте ояндым. It was a beautiful morning. Бұл керемет таң
болды. Әдемі таң болды немесе morning, таң болды, иә. It was бұл to be past. The sun was shining. Яғни күн жарқырап тұрды. Қай кезде жарқырап тұрды? Яғни мен оянған кезде, иә, мен кеше ерте ояндым ғой, сол кезде айтылып отырмыз, өткен шақ. Сол кезде жарқырап тұрды. The sun was shining. Яғни күн жарқырады деп, мысалы, өткен past simple мен айтпаймыз, present past continuous мен айтамыз. Яғни мен ерте тұрған кезде күн жарқырап тұрды деп айтып отырмыз. And the birds were singing. Және құстар ән салып жатты. Немесе құстар сайрап жатты деген сияқты. Түсінікті ме балалар? Past continuous'ты біз өткен шақта бір нәрсе істеп жатсақ, сол кезде осы past continuous шағын өтеді екенбіз. Келесі өздеріңіз көріп тұрғандар 78 сабағымызда, балалар, келесі сабақта тура осы past continuous'ты жалғастырамыз. Екінші бөлімі болады. Осыдан бөлек тағы да жаңа сөздер үйренетін боламыз, жаңа сөйлемдерді үйренетін боламыз. Олай болса, келесі сабаққа дейін балалар, кездескенше сау болыңыздар.